Сәлеметсіздер, бүгін біз үй жағдайында барни дайындаймыз. Осындай деловый саласыздар, ол 6 штук шығады бір неден. Бізге оған ұн қажет 120 грамм, 6 грамм какао, 3 грамм разрыхлитель, 50 мл сүт, 50 мл сұйық май, 1 жұмыртқа, 100 грамм қант керек. Барниді бастаймыз. Бірінші 1 жұмыртқаны саламыз. Қантымыз саламыз. 100 грамм қантымыз саламыз. Сұйық майымызды қосамыз 50 грамм. 50 мл. Енді сүтіміз құямыз, микроволновкада жылытамыз, жыл сүт болу керек. Енді мына 120 грамм ұнымызға 3 грамм разрыхлителімізді араластырамыз. Енді ұнымызды араластырамыз. Күн сыңбайды аймедің, ұнатып қалсам қайтемін. Жаным сені мен өзімді бақытты сезейінші. Жаным сені мен аңсаған. Енді 6 грамм какаоымызға мынадан кішкене аламыз, потому что мына барнидің қол аяқтары не ғой, қоңыр ғой, сол үшін осыны кішкене аламыз. Біздің какао араластырғанымыз дайын болды. Енді мынаған кішкене сұйық майды жағып аламыз. Алғанда үйлеріңізде шприц болмаса, мынаған құятын мұндай салафанның бұрышына құйып, былай сығып, құлағын астына құя бересіздер ғой. Міне біз анау какао араластырып, құлақ, қолдарын бәрін құйып алдық. Енді осының үстіне мына қалғанын бәрін құйып, духовкаға 180 градусқа жарты сағатқа саламыз. Үстің үстіне міне сүтін құйдық, жан-жағын міне көрдіңіз бе, аяқ қолдары қоңыр. Енді 180 градусқа 30 градусқа қоямыз. 180 градусқа 30 минутқа пісіреміз. Барниіміз жаңағы дайын болды. Міне духовкада үй жағдайында жасаған. Міне мен жағынан былай көрінеді, мен жағынан былай көрінеді барниіміз. Астарыңыз дәмді болсын, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер менің YouTube каналыма.